Сәлем достар, бүгін бізге парафинді играгында қалай қолданамыз. Алдымен каналыма лайк басып, подписчика етіп қойыңыздар. Парафин ол уник акмекалоид и және медицинский игі. Менің қолымға тұрған ол медицинский парафин. Парафин ол организмге әсерге басып, қан айналымға қатады. Көптеген пайдалы заттары бар. Парафинді ол дисплазия, остеохондроз, ауруларында көп қолданады. Тағы басқа көптеген ауруларға қолданады. Қолданбайтын жағдайлар аяқ ауруы, түбір инекпен ауыратын адамдарда, онкологиямен ауыратын адамдарда және гавриловка жоғары адамдарда қолдануға болмайды. Мен қолданған парафин ақтысы ол парафин, қоңыр түсі ол агоэрик. Мысалы, парафиннен 200 грамм, агоэриктен 200 грамм алып, баяу отқа қыздырамыз. Әбден ерітіп, бұны қайнатпаймыз. Парафин қолданған ыдыспен тамақ істеуге болмайды. Парафинді қайда құямыз деп бас қатырмайсыздар. Әрбір қырауысына бетіне көк қағазды қойып, үстіне агоэрикті құямыз. Парафинді құймастан әуелі қолға басып өреміз, сосын науқастың аяғына өреміз денесіне ыстықпа. Астына целлофан пакетке қойып, аяғын мұқият орап, оның сыртынан целлофанмен орап, одан кейін одеялмен орап, аяғын 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минут өткен соң одеялды аламыз. Сол екі аяғы қызарып, әдемі болып тұрады. Осылайын парафинді қойғаннан соң аяққа массаж жасауға болады. Құрметті менің достарым, егер осы видеом пайдалы болса, лайк басып өтіңіздер. Болашақта қандай видео қызықты, соны комментарийға жазып өтіңіздер.